Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге нағыз күзгі витаминге бай салат жасау әдісім білен бөліспекшімін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл салатымызға көп зат керек емес. Керекті заттардың барлығына қанша істетілгендеріңіздің бәрін описанияға жазып кетемін. Сол жерден қарап скриншот жасап алсаңыздар болады. Алдымен капустамызды алып, өзімізге керекті мөлшерін осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Енді қолымызға сәбізімізді алып торкадан келте-келте етіп шығарамыз. Майда тісті торкадан келте-келте етіп шығарғандарыңыз дұрыс болады. Барлығын шығармаймыз, бізге жарты сәбізіміз жетеді. Торкадан шығарылған сәбізімізді ыдысымызға салып, енді колбасамызды аламыз да, колбасамызды да осылай майдалап, ұзын-ұзын етіп турауға кірісеміз. Мен колбасалар турап болам дегенше, балам мына жақтан маған жұмыртқаларды ашып әкеліп берді. Колбасаны турап болып, ыдысымызға жайластырып, енді жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқаларымызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, әдемілеп ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Сосын артынша қызылшаны да әдемілеп тураймыз. Мына жерде адам көбейіп кетті деп қайран болмаңыздар. Менің балам жұмыртқаны ашып берді. Енем келіп маған қызылшаны ашып беріп жатыр. Обедке уақыт болғандықтан ертерек тамақтарымызды ішейік деген мақсатта маған барлығы көмекке келді. Рахмет ол жандарға. Бұл салатымызға ешқандай тұз да ештеңе қосылмайды, ешқандай приправа да қосылмайды. Тек қана майонез, 2 қасық, 3 қасық майонезімізді қосып, жақсылап араластырып, тарелкамызға салып, дастарханға тарта берсеңіздер болады. Дәмі деген өзі керемет болады. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерді өз каналымда күтемін.